Бейнебаянды бастамас бұрын айта кетейін. Каналға аз ғана адам жетпей тұр. Подписка басып кетсеңіздер, разы боламын. Бұл оқиға шын өмірден алынған. Жүрегіңізді тебірентетін, ойландыратын шынайы әңгімелерді осы видеодан тамашалаңыз. Күйеуім Ерланның вахтаға кеткеніне 2 айдан асып кеткен еді. Басында уақыт тез өтетіндей көрінген, бірақ күндер жылжыған сайын үй ішіндегі тыныштық та ауырлай берді. Таңертең балаларды мектепке жіберемін, үйдің шаруасын істеймін, кешке оларды қарсы аламын. Сырт көзге бәрі қалыпты сияқты, бірақ тым болғанда бос қалған орындыққа, үнсіз тұрған телефонға қарап отырып, жалғыздықтың қандай ауыр екенін сезінетінмін. Сол күні де әдеттегі күндердің бірі сияқты басталған. Кешкі ас дайындап жатқанмын. Балалар бөлмесінде сабақ оқып отыр. Кенет үй жақтан бір түрлі дыбыс шықты. «Анашым, су ағып жатыр!» деп айқайлады кіші ұлым. Үйге жүгіріп бардым. Еденге су жайылып барады. Раковинаның астындағы құбыр жарылып кеткен екен. Бірнеше секунд не істерімді білмей қалдым. Су тоқтаусыз ағып жатыр. Еденге жайылып, дәлізге қарай кетіп барады. Қолым дірілдеп, телефонды алдым. Алдымен күйеуіме хабарластым. Бірақ байланыс жоқ. Тағы қоңырау шалдым. Жауап жоқ. 3-ші ретте солай болды. Не істерімді білмей тұрғанда, Ерланның бұрын айтқан сөзі есіме түсті. Қиналсаң, Нұрланға хабарлас. Ол көмектеседі. Нұрлан күйеуімнің мектеп кезінен бергі жақын досы. Телефон нөмірін тауып алып, қоңырау шалдым. Алло? Нұрлан, мен Айгүлін. Айгүл, не болды? Үйдегі құбыр жарылып кетті. Қазір барам. Бар болғаны осы сөзді айтты. 20 минуттан кейін қақпалына көлік келіп тоқтады. Терезеден қарасам Нұрлан екен. Қолында құрал сайман салынған үлкен сөмке бар. Үйге кірген бойда жағдайды көрді. Жағдай жаман екен. Өзінде қорқып кетті. Уайымдама, қазір қараймыз. Ол раковинаның астына еңкейіп, біраз уақыт жұмыс істеді. Балалар да қызықтап қарап тұр. 1 сағаттан кейін су тоқтады. Үй тыныштала бастады. Мен шай қойдым. Рахмет саған. Ештеңе етпейді. Ерлан болса маған да көмектесер еді. Ол орнынан тұрып кетуге дайындалған. Дәл сол кезде жарық өшіп қалды. Бүкіл үй қараңғылыққа батып кетті. Балалар қорқып кетті. Анашым, мен де таңғалдым. Бұл енді қайдан шықты? Нұрлан терезеден сыртқа қарады. Көшелерде жарық бар. Онда бізде ғана кеткен бе? Ол электр қалқанын тексеруге шықты. Бірнеше минуттан кейін қайта кірді. Жүзі күрделі болып кеткен. Айгүл, не болды? Мәселе үлкенірек сияқты. Қалай? Қысқа тұйықталу болған. Сонда? Қазір жөнделмесе қауіпті. Сыртта кеш қарай бастаған. Балалар қорқып отыр. Менің де көңілім алаң. Не істейміз? Қарап көрейін. Сөйтіп тағы жұмыс басталды. Сағат 9 болды. 10 болды. 11 болды. Нұрлан әлі жүр. Кейде шатырға шығады, кейде аулаға шығады, кейде үйдің ішін тексереді. Ақыры түн ортасы ауғанда жарық қайта жанды. Балалар қуанып кетті. Мен де керең дем алдым. Бітті ме? Иә, әзірге қауіп жоқ. Сол кезде сырттан қатты тарсыл естілді. Біреу қақпаны ұрып жатқандай. Екеуміз бір-бірімізге қарадық. Түнгі 1:30 шамасы. Мұндай уақытта кім жүреді? Нұрлан аулаға шықты. Мен терезеден қарап тұрдым. Бірақ қақпа сыртында ешкім жоқ. Біреу кеткен сияқты. Ол қайта кірді. Балалар шошып қалды. Иә, бірақ көңілімде біртүрлі сезім қалды. Біреу әдейі келгендей көрінді. Нұрлан тағы біраз отырып бәрін тексерді. Сағат 3-тен асқанда ғана кетуге жиналды. Енді бәрі жақсы болады. Көп рахмет. Ерланға айтарсың. Ол кетіп қалды. Мен қақпаны жауып үйге кірдім. Балалар әлде қашан ұйықтап кеткен. Өзім де шаршағанмын. Төсекке жатқарым сол еді. Телефонға хабарлама келді. Белгісіз нөмір. Жүрегім зу ете қалды. Хабарламаны аштым. Онда бар болғаны бір сөйлем жазылып тұр екен. Ауылдың бәрі сен туралы айтып жүр. Абай бол. Мен орнымнан атып тұрдым. Қайта-қайта оқыдым. Нөмір белгісіз. Қоңырау шалсам өшірулі. Сол түні көзіме ұйқы кірмеді. Ал таңертең есік алдына шыққанда көрші кемпірдің маған өзгеше көзқараспен қарап тұрғанын байқадым. Таң атқанымен түнгі хабарлама ойымнан кетпеді. Ауылдың бәрі сен туралы айтып жүр. Абай бол. Кім жіберді? Неге жіберді? Не туралы айтып жүр? Сұрақ көп, жауап жоқ. Балаларды мектепке дайындап жүрсем де көңілім алаң еді. Терезеден сыртқа қарасам, кеше ғана амандасып жүретін көрші әйелдердің екеуі қақпа жанда
сөйлесіп тұр екен. Мені көргенде дауыстары бәсеңдеп кетті. Осыны байқап, ішім біртүрлі болып қалды. Балаларды шығарып салып, дүкенге баруға дайындалдым. Көшеге шыққан сәтте көрші Гүлнар апай кездесті. Қалайсың қызым, деді ол. Жақсы. Жалғыз жүрген қиын ғой. Иә. Ол бірдеңе айтқысы келіп тұрғандай көрінді. Бірақ үндемеді. Мен де сұрамадым. Дүкенге жеткенше бірнеше адаммен амандастым. Бірақ бәрінің көзқарасы бұрынғыдай емес сияқты. Әлде өзіме солай көрінді ме? Дүкен ішінде де сондай жағдай қайталанды. Сатушы әйел заттарымды есептеп жатып, кеше кешке үйінде қонақ көп болды ма? Деп сұрады. Мен таңырқап қалдым. Қандай қонақ? Жоқ, жай сұрағаным ғой. Оның жүзі қызарып кетті. Сол кезде бәрін түсіндім. Әңгіме кеше түнде үйге келген Нұрлан туралы болып жатыр. Үйге ашумен қайттым. Телефонды алып Нұрланға хабарластым. Алло, Нұрлан, ауылда өсек тарап жатыр. Қандай өсек? Кеше түнде үйде болғаны туралы. Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Бірнеше секундтан кейін ғана сөйледі. Мен соны күткенмін. Не дейсің? Біреу әдейі қарап жүрген сияқты. Неге олай айтасың? Кеше қақпа тарсылдағанда сырттан көлеңке көрдім. Сонда біреу бақылап жүрген бе? Нақты білмеймін. Оның сөзі денемді түршіктіріп жіберді. Күндіз өзімді басқа жұмыстармен алдандырмақ болдым. Бірақ кешке қарай тағы бір оқиға болды. Балалар сабақтан келіп, аулада ойнап жүрген. Кенет үлкен ұлым қолына қағаз ұстап жүгіріп кірді. Анашым, не болды? Мынаны қақпа түбінен таптым. Қағазды алдым. Бүктелген ақ парақ. Ашып қарадым. Ішінде бір ғана сөйлем жазылған. Күйеуіңе бәрін айтып қоямыз. Жүрегім зу ете қалды. Қолым мұздап кетті. Қайдан таптың? Қақпа алдында жатыр екен. Балалар ештеме түсінбеді. Мен дереу қағазды жасырып қойдым. Кешке дейін мазам қашты. Бұл жай өсек емес еді. Біреу әдейі қорқытып жүрген сияқты. Күн бата тағы бір нәрсе байқадым. Терезеден сыртқа қарап тұрғанмын. Көше шамы әлсіз жанып тұр. Сол кезде қарсы бетте тұрған қара киімді адамды көрдім. Үй жаққа қарап тұр. Қозғалмайды. Бір орында қатып қалғандай. Алғашында көрші шығар деп ойладым. Бірақ бірнеше минут өтсе де кетпеді. Денем тітіркеніп кетті. Телефонды алып суретке түсірмек болдым. Сол сәтте әлгі адам бұрылып, қараңғылыққа сіңіп жоғалып кетті. Түнде есіктерді бірнеше рет тексердім. Ұйықтай алмадым. Сағат 11-ге жақындағанда телефон шырылдады. Экранда күйеуінің аты шықты. Ерлан, Айгүл, қалайсың? Даусын естігенде көзіме жас келді. Жақсымын. Даусын біртүрлі ғой. Мен бәрін айтып бердім. Құбыр жайын, өсек жайын, хат жайын, қараңғыдағы адам жайын. Ерлан ұзақ үнсіз қалды. Сосын күтпеген сөз айтты. Айгүл, егер бірдеңе болса, Нұрланға сен. Неге? Кейін түсінесің. Не болып жатыр өзі? Қазір айта алмаймын. Ерлан, бірақ байланыс үзіліп кетті. Қайта хабарлассам шықпады. Сол түні мен бұрынғыдан да қатты қорықтым. Өйткені енді мені мазалаған нәрсе өсек емес еді. Күйеуінің соңғы сөзі болатын. Нұрланға сен. Ал неге олай айтқанын мен әлі білмейтінмін. Ерланмен болған қысқа сөйлесуден кейін көңілім мүлде тынышталмады. Егер бірдеңе болса, Нұрланға сен. Осы сөз қайта-қайта ойыма келе берді. Неге олай айтты? Неден қорқып жүр? Қандай мәселе бар? Бірақ келесі күнде Ерланмен байланыса алмадым. Телефоны өшірулі. Хабарламаларға жауап жоқ. Таңертеңнен кешке дейін мазасыз жүрдім. Кешкісін үлкен ұлым сабақ оқып отырған. Кіші ұлым сыртта достармен ойнап келген еді. Бір кезде оның беті қызарып кеткенін байқадым. Балапан, саған не болды? Басым ауырып тұр. Қолын ұстап едім, денесі оттай жанып тұр. Температурасын өлшедім, 39,4. Жүрегім су ете қалды. Үйдегі дәрілерді бердім, бірақ қызуы түспеді. Бір сағаттан кейін тіпті нашарлай бастады. Дем алысы ауырлап кетті. Түнгі сағат 11. Ауылдағы емхана жабық. Аурухана аудан орталығында. Көлік жоқ. Такси таппадым. Көршілердің ешқайсысы телефон көтермеді. Не істерімді білмей қалдым. Соңында амалсыз Нұрланға қоңырау шалдым. Ол бірден көтерді. Не болды? Баламның қызуы қатты көтерілді. Қазір шығам. 15 минуттан кейін қақпа алдына көлігі келіп тоқтады. Баламды көтеріп алып шықтым. Үлкен ұлымды көрші әжейге қалдырдым. Көлікке отырған соң аудан орталығына қарай жүрдік. Түн қараңғы.
көше бос. Тек көліктің жарығы ғана жолды жарып келеді. Біраз үнсіз отырдық. Сосын Нұрлан сөйледі. Ерлан хабарласты ма? Жоқ. Түсінікті. Оның даусы біртүрлі шықты. Сен бір нәрсе білесің бе? Қазір емес. Неге бәрің жұмбақ сөйлейсіңдер? Уақыты келгенде айтамын. Мен ашуланып кеттім. Мен кішкентай бала емеспін ғой. Білемін. Онда не болып жатқанын айт. Әзірге айта алмаймын. Сол сәтте артқы айнаға қарап отырған Нұрланның жүзі өзгеріп кетті. Не болды? Ештеңе емес. Бір нәрсе көрдің бе? Ол тағы айнаға қарады. Артымыздан көлік келе жатыр. Мен де бұрылып қарадым. Шынында алыстан екі шам көрінеді. Соған бола ма? Жоқ. Неге? Ол көлік ауылдан бері біздің артымыздан келе жатыр. Жүрегім дүрсілдей бастады. Сенімдісің бе? Иә. Осыдан кейін көліктің ішін үнсіздік басты. Арттағы көлікте ара қашықтық сақтап келеді. Озып кетпейді, қалып та қоймайды. Кек соңымыздан еріп келеді. 10 минут өтті, 20 минут өтті. Әлі солай. Менің қорқынышым күшейе түсті. Полицияға хабарласайық. Әлі ерте. Ерте дейсің бе? Сабыр сақта. Кенет Нұрлан көліктің жылдамдығын арттырды. Арттағы көлікте жылдамдай түсті. Енді күмән қалмады. Олар шынымен соңымыздан келе жатқан еді. Нұрлан, қорықпа. Бұлар кімдер? Білмеймін. Бірақ оның өзі де мазасыз екені көрініп тұрды. Бірнеше шақырым өткен соң Нұрлан кенет оңға қарай бұрып кетті. Ескі қосалқы жолға түстік. Арттағы көлікте бұрылды. Көрдің бе? Деді Нұрлан. Мен үнсіз бас изедім. Енді шынымен қорқынышты болды. Бірнеше минуттан кейін қарсы беттен үлкен жүк көлігі шықты. Сол сәтті пайдаланып, Нұрлан тағы бір бұрылысқа кіріп кетті. Арттағы көлік жүк көлігіне бөгеліп қалды. Біз алға ұзап кеттік. 5 минуттан кейін артта ешқандай жарық көрінбеді. Құтылдық па? Әзірге иә. Мен терең дем алдым. Ауруханаға жеткенде баламды бірден қабылдады. Дәрігер тексеріп шықты. Бақытыма қарай ауыр нәрсе емес екен. Қатты соқ тиген. Қызуын түсіретін ем жасады. Түнгі 2 шамасында ауруханадан шықтық. Баламның жағдайы жақсарған. Мен де аздап тыныштала бастадым. Бірақ дәл сол кезде Нұрланға біреу хабарласты. Ол телефонға қарап қалды. Экрандағы нөмірді көргенде өңі бозарып кетті. Кім? Белгісіз нөмір. Көтер. Нұрлан қоңырауды қабылдады. Бірнеше секунд тыңдап тұрды. Сосын ештеңе деместен тұтқаны қойды. Не деді? Ол маған қарады. Көзінде бұрын көрмеген қорқыныш бар еді. Олар Ерланның қайда екенін біледі екен. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. Не? Ауруханадан қайтып келе жатқанда да үнсіз отырдым. Бір жағымда қызуы түскен ұлым ұйықтап жатыр. Ал менің басында жүздеген сұрақ. Нұрлан, шындықты айтшы, дедім ақыра. Ол біраз үнсіз қалды. Айгүл, кей нәрсені Ерланның өзі айту керек еді. Бірақ ол жоқ қой. Білем. Онда сен айт. Нұрлан ауыр күрсінді. Ерлан соңғы 1 жылда қаржылық қиындыққа тап болды. Қандай қиындық? Қарыз. Мен аң-таң болып қалдым. Қарыз? Иә. Бірақ ол маған ештеңе айтқан жоқ. Саған уайымдамасын деген шығар. Жүрегім ауырып кетті. 15 жыл бірге тұрған адамым менен осындай нәрсені жасырғанына сенгім келмеді. Қанша қарыз? Нақты білмеймін. Нұрлан, шамамен 10 миллион теңгеден асады. Мен сөйлей алмай қалдым. Мұндай ақшаны елестетудің өзі қиын еді. Ол ақшаны не істеген? Бір танысымен бизнес бастаймын деп кірген. Сонда серіктес алдап кеткен. Көлік ішін үнсіздік басты. Үйге жеткен соңда көзім ілінбеді. Таңға жақын ғана аздап мызғып кеткен екенмін. Бірақ таңертең тағы бір оқиға болды. Қақпа қағылды. Сыртқа шықтым. 2 бейтаныс ер адамдар. Жастары 40-тардың шамасында. Қара киінген. Жүздері суық. Сіз Айгүл боласыз ба? Иә. Ерланның әйелі? Иә. Олар бір-біріне қарады. Күйеуіңіз қашан келеді? Жүрегім тағы да дүрсілдеп кетті. Неге сұрап тұрсыздар? Бізге керек еді. Қандай мәселе? Қарыз мәселесі. Мен үндемей қалдым. Демек Нұрлан өтірік айтпаған. Олар шынымен
Ерлан іздеп жүр. Біз ештеңе білмейміз. Бірақ біз білетіміз бар. Не? Ол бізден ақша алған. Мен ашуланып кеттім. Ол үйде жоқ дедім ғой. Онда табылған кезде айтыңыз. Олар бұрылып кетіп қалды. Бірақ қақпадан шығар алдында біреу тоқтады. Айтпақшы. Не? Біз ғана іздеп жүрген жоқпыз. Осы сөзді айтып кетіп қалды. Мен тұрған орында қатып қалдым. Күн бойы мазам болмады. Кешке қарай Нұрлан келді. Бәрін айтып бердім. Ол да қатты ойланып қалды. Жағдай нашарлап бара жатыр. Олар кімдер? Қарыз берген адамдардың бірі шығар. Ал біз ғана іздеп жүрген жоқпыз деген не? Мен де соны түсінбей тұрмын. Сол кезде үлкен ұлым жүгіріп кірді. Анашым, не болды? Біреу терезеге тас лақтырды. Екеуміз атып сыртқа шықтық. Ешкім жоқ. Бірақ жерде тағы да бүктелген қағаз жатыр. Қолым дірілдеп аштым. Бұл жолы бір ғана сөйлем емес еді. Қызыл қаламмен үлкен әріптермен жазылыпты. Ерлан қайтпаса, ақшаны сен төлейсің. Қаным басыма шапты. Балалар қорқып кетті. Менің де қорқынышым ашуға айнала бастады. Жетер енді. Нұрлан қағазды қолына алып ұзақ қарады. Сосын күтпеген нәрсе айтты. Айгүл, біз бір жерге баруымыз керек. Қайда? Ерланның бұрынғы серіктесіне. Ана алдап кеткен адамға ма? Иә. Неге? Өйткені бүкіл мәселенің түбі сонда сияқты. Сонда осының бәріне сол қатысы бар дейсің бе? Әзірге нақты білмеймін. Ол терең дем алды. Бірақ бір нәрсеге сенімдімін. Не нәрсеге? Біреу сендерді жай ғана қорқытып жүрген жоқ. Онда біреу Ерланды өте қатты іздеп жүр. Сол сәтте телефон шырылдады. Белгісіз нөмір. Жүрегім атқақтап кетті. Қоңырауды қабылдадым. Арғы жақтан бейтаныс ер адамның дауысы естілді. Айгүл? Иә. Ерлан туралы білгің келе ме? Менің қолым дірілдеп кетті. Сіз кімсіз? Бірақ әлгі адам басқа сөз айтты. Ерлан сен ойлаған жерде емес. Сосын байланыс үзіліп қалды. Бірнеше секунд телефонға қарап қатып қалдым. Нұрлан да жүзіме қарап тұр. Не деді? Мен естігенімді қайталап бердім. Ол ойланып қалды. Нөмірді қайта теріп көр. Қайта қоңырау шалдым. Бірақ телефон өшірулі. Тағы да. Нәтиже жоқ. Сол түні үйде ешкім дұрыс ұйықтамады. Балалар да соңғы күндері болып жатқан оқиғаларды сезіп жүрген. Үлкен ұлым бірнеше рет. Әкем қашан келеді? Деп сұрады. Ал мен нақты жауап бере алмадым. Келесі күні таңертең Нұрлан екеуміз Ерланның бұрынғы серіктесін іздеуге шықтық. Балаларды әпкеме қалдырдым. Серіктесінің аты Марат. Ол көрші ауданға көшіп кеткен екен. Үйін тауып барғанымызда есікті орта жастағы әйел ашты. Марат үйде ме? Әйел бізге таңырқай қарады. Сіздер кімсіздер? Ерланның таныстарымыз. Әйелдің жүзі бірден өзгеріп кетті. Марат бұл жерде тұрмайды. Қайда кеткен? Білмеймін. Қалайша білмейсіз? 3 ай бұрын кетіп қалған. Осы сөзден кейін біз бір-бірімізге қарадық. 3 ай бұрын. Дәл Ерланның проблемалары басталған уақыт. Байланыс жоқ па? Жоқ. Телефоны өшірулі. Үмітіміз үзілгендей болды. Бірақ кетер кезде әйел бізді тоқтатты. 1 минут. Иә. Соңғы кездері сіздер сияқты адамдар көп келіп жүр. Қандай адамдар? Маратты іздейтіндер. Жүрегім тағы шым ете қалды. Демек, алданып қалған жалғыз Ерлан емес. Кешке үйге қайтып келе жатқанда телефон шырылдады. Бұл жолы бейтаныс нөмір емес еді. Экранда вахта кеңсесі деп жазылып тұр. Қолым дірілдеп жауап бердім. Алло? Сәлеметсіз бе, Айгүл ханым? Иә. Біз Ерлан жұмыс істейтін компаниядан хабарласып тұрмыз. Сол сәтте жүрегім тарс тоқтағандай болды. Не болды? Арғы жақтағы әйелдің даусы ресми әрі салқын шықты. Соңғы күндері Ерлан жұмыс орнында болмаған. Қалайша болмаған? 3 апта бұрын жұмыстан сұранып кеткен. Мен не естігенімді түсінбей қалдым. Кешіріңіз, не дедіңіз? 3 апта бұрын. Бірақ ол маған күнде вахтада жүргенін айтты ғой. Өкінішке қарай біздің мәлімет бойынша ол объектіде жоқ. Телефон қолымнан түсіп кете жаздады. Нұрлан көлікті жол шетіне тоқтатты. Не болды? Мен әрең сөйлептімін. Ерлан. Не болды Ерланға? Ол вахтада болмаған екен. Көлік ішінде үнсіздік орнады. Нұрлан да шошып кеткен. Бұл мүмкін емес. Компания солай деді. Бірнеше минут бойы ешқайсыны сөйлемедік. Менің ойымда тек бір сұрақ.
егер ерлан вахтада болмаса, онда соңғы 3 апта бойы қайда жүрген? Кешке қарай тағы бір күтпеген жағдай болды. Қақпа алдына ақ түсті көлік келіп тоқтады. Ішінен костюм киген ер адам түсті. Қолында папка бар. Өзін таныстырды. Мен жеке тергеушімін. Тергеуші? Иә. Бізге не үшін келдіңіз? Ол папкадан бір суретті алып шықты. Суретті көргенде жүрегім зу етті. Суретте Ерлан тұр. Бірақ ол жалғыз емес еді. Қасында белгісіз ер адам бар. Екеуі қаладағы дәмханалардың бірінде отыр. Суреттің бұрышында күн көрсетіліп тұр. Бар болғаны 5 күн бұрын түсірілген. Бұл қайдан? Бізге тапсырыс берілген. Кім берді? Оны айта алмайын. Ерлан қайда? Біз де соны анықтап жатырмыз. Мен суретке қайта қарадым. Ерлан аман, тірі, бірақ вахтада емес, үйде де емес, басқа жерде, басқа адамдармен. Тек не үшін жүргенін ешкім білмейді. Тергеуші кетер алдында тағы бір сөз айтты. Айгүл ханым, иә, егер Ерлан сізбен байланысқа шықса, бірден хабар беріңіз. Неге? Ол біраз үнсіз қалды. Сосын жай ғана. Өйткені қазір оны тек қарыз берген адамдар ғана іздеп жүрген жоқ. Онда кім? Полиция да іздеп жүр. Осы сөзді айтып бұрылып кетті. Мен орнында қатып қалдым. Ал Нұрланның жүзі әп-сәтте бозарып кеткен еді. Мен де Нұрланда не айтарымызды білмедік. Ерланның қарызы бар екенін енді ғана білген едім. Енді оның вахтада болмағаны анықталды. Үстіне полиция іздеп жүргені қосылды. Бір кезде өмірім өзім танымайтын бөтен адамдардың тағдырына айналып кеткендей еді. Сол түні көзіме ұйқы кірмеді. Таңға жоқ телефон шырылдады. Белгісіз нөмір. Бұрынғыдай қорықсам да бірден көтердім. Алло? Арғы жақтан таныс дауыс естілді. Айгүл. Денем дір ете қалды. Ерлан? Иә. Сен қайдасың? Тыңдашы мені. Жоқ, алдымен қайда жүргеніңді айт. Уақытым аз. Ерлан. Мен жақында бәрін түсіндірем. Бізді неге алдадың? Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Сосын ол ауыр күрсінді. Мен сендерді қорғағым келді. Өтірік айтпа. Шынымен. 3 апта бойы қайда жүрдің? Кейін айтам. Қазір айт. Маратты іздеп жүрдім. Мен аң-таң болып қалдым. Не? Ол көптеген адамды алдаған. Сонда ақшаны алып жоғалып кеткен. Ал сен? Мен ақшаны қайтаруға тырысып жүрмін. Жалғыз өзің бе? Жоқ. Қасындағы адам кім? Телефонның ар жағында тағы үнсіздік орнады. Ерлан жауап бермеді. Дәл сол сәтте байланыс үзіліп кетті. Қайта хабарластым. Өшірулі. Тағы жоғалып кетті. Келесі күні түске таман күтпеген қонақ келді. Бұл жолы полиция қызметкері еді. Ол сыпайы сөйлесті. Бірақ сұрақтар көп болды. Ерлан туралы, оның таныстары туралы, соңғы сөйлескен уақытымыз туралы. Әңгіме арасында маңызды нәрсе белгілі болды. Марат бірнеше адамның ақшасын алып кеткен. Тек Ерланның емес. Кем дегенде 10 шақты адамның. Сома 10 миллион теңгеге жеткен. Сонда Ерлан күдікті ме? Деп сұрадым. Жоқ. Онда неге іздеп жүрсіздер? Ол маңызды куәгер болуы мүмкін. Осы сөзді естігенде кеудемдегі ауыр жүк сәл жеңілдегендей болды. Ең болмаса қылмыскер емес. Кешке қарай тағы бір жаңалық шықты. Нұрлан келді. Қолында ескі папка бар. Мен бір нәрсе таптым. Не? Ол маған бірнеше қағаз көрсетті. Құжаттардың көшірмесі екен. Мараттың келісім шарттары, қолхаттар, төлем қағаздары. Солардың арасынан бір жазу көзіме оттай басылды. Бір телефон нөмірі. Нұрлан әлгі нөмірге қарап қалды. Бұл нөмір таныс. Қайдан? Есіңде ме? Саған қоңырау шалып қорқытқанадан. Иә, нөмір соған ұқсайды. Жүрегім тағы дүрсілдей бастады. Сонда бәрі байланысты ма? Солай сияқты. Демек, хаттарды да солар жіберген бе? Мүмкін. Біреу әдейі қорқытып жүрген анық еді. Кеш бата есік қағылды. Ашсам, көрші Гүлнар апай тұр. Өңі ыңғайсыз. Айгүл, сөйлесейікші. Үйге кіргіздім. Біраз үнсіз отырды. Сосын күтпеген сөз айтты. Мен кешірім сұрауға келдім. Не үшін? Ауылдағы өсек үшін. Қандай өсек? Кеше емес, бұрынғысы. Не айтқыңыз келеді? Гүлнар апай төмен қарады.
Біреу бізге әдейі жалған әңгіме таратқан. Кім? Нақты білмеймін. Не деп айтты? Нұрлан екеуің туралы. Мен ашудан демімді ішіме тарттым. Сонда бәрін әдейі ұйымдастырған ба? Иә. Неге? Сені жұрттан ұялтып жалғыз қалдыру үшін сияқты. Осы кезде бәрі өз орнына келе бастағандай болды. Хаттар, қорқытулар, өсектер. Бәрі кездейсоқ емес, біреудің жоспары. Сол түні сағат 11-лер шамасында тағы телефон шырылдады. Бұл жолы бейне қоңырау. Экранға қарадым. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Экранда Ерлан тұр. Шаршаған, арықтап кеткен. Бірақ аман, тірі. Айгүл. Көзіме жас келді. Қайдасың сен? Үйге қайтып келе жатырмын. Рас па? Иә. Бәрі бітті ме? Ерлан басын изеді. Негізгі шындық анықталды. Қандай шындық? Ол бір сәт үнсіз қалды. Сосын айтты. Марат табылды. Мен демімді ішіме тарттым. Сонда ертең бәрін білесіңдер. Ал сен? Ертең үйде боламын. Экрандағы бейне өшті. Мен орнында ұзақ отырдым. 2 ай бойы күткен адам ертең үйге қайтпақ. Бірақ оның айтпаған құпиялары әлде көп еді. Ерланның бейне қоңыраудағы жүзі көз алдынан кетпей қойды. 2 ай бойы сағындым. 2 ай бойы уайымдадым. 2 ай бойы шындықты іздедім. Ал енді сол шындыққа бірнеше сағат қана қалған еді. Таңертең ерте ояндым. Балалар да ерекше көңіл күйде жүр. Үлкен ұлым қайта-қайта терезеге қарай береді. Әке, бүгін келе ме? Иә, балам. Нақты ма? Нақты. Ол қуанып кетті. Тіпті кіші ұлым да әкесінің келетінін естіп, бірнеше күннен бері алғаш рет күлімсіреген еді. Түске қарай аулаға көлік кірді. Жүрегім дүрсілдеп қоя берді. Есіктен Ерлан түсті. Шаршаған, арықтаған. Бірақ аман. Балалар жүгіріп барып құшақтады. Мен орнымнан қозғала алмай тұрдым. Бір жағынан қуаныш, бір жағынан реніш. Ерлан балаларды құшақтап болған соң маған жақындады. Айгүл, кір үйге. Даусым салқын шықты. Ол бәрін түсінді. Үйге кірген соң дастархан басына отырдық. Нұрлан да келді. Барлығы үнсіз. Ақыры Ерлан сөз бастады. Мен сендерден кешірім сұраймын. Ешкім үндемеді. Мен өтірік айттым. Неге? Дедім. Себебі сендерді араластырғым келмеді. Біз бәрібір араласып кеттік қой. Ерлан басын төмен түсірді. Сосын бар шындықты айтып берді. Марат бірнеше адамды бизнес ашамыз деп алдаған екен. Ерлан да соған сенген. Өз ақшасын ғана емес, таныстарынан алған қаражатты да салған. Кейін бәрі жоғалып кеткен. Марат ақшамен бірге қашып кеткен. Ерлан болса қарыздардың арасында қалған. Сонда неге жоғалып кеттің? Өйткені оны табуға тырыстым. Полициямен бірге ме? Иә. Сөйтсем Ерлан полицияға көмектесіп жүрген екен. Сондықтан көп нәрсені айтуға болмайтын болған. Ал бізді қорқытқан кім? Ол да анықталды. Барлығымыз Ерланға қарадық. Мараттың туыстарының бірі. Не үшін? Олар Маратты іздеуді тоқтатсын деп адамдарды қорқытып жүрген. Солар хат жіберген. Солар өсек таратқан. Солар түнде үйді бақылаған. Солар қоңырау шалған. Бәрі бір жоспардың бөлігі болып шықты. Мен ауыр дем алдым. Ақыры бәрі түсінікті болды. Бірнеше апта бойы мазалаған жұмбақтың жауабы табылды. Сосын мені көптен мазалаған сұрақты қойдым. Ал ең басындағы түн ше? Қай түн? Нұрлан таңға дейін үйде болған түн. Ерлан мен Нұрлан бір-біріне қарап күлді. Сол түні бәрі басталды ғой, деді Нұрлан. Иә, сөйтсен сол күні құбыр ғана жарылып қоймаған. Электр жүйесінде де үлкен ақау болған. Егер уақытында жөнделмесе, өрт шығуы мүмкін екен. Сондықтан Нұрлан таңға дейін кеткен жоқ. Ал біреу сырттан соны көріп, өсек шығарған. Сол өсек кейін үлкен мәселеге айналған. Мен басымды шайқадым. Бір қарағанда қарапайым түн сияқты көрінген. Бірақ дәл сол түн кейінгі барлық оқиғаның бастамасы болып шықты. Кешке қарай үй іші қайтадан бұрынғыдай жылына бастады. Балалар әкесімен ойнап жүр. Нұрлан да көңілді. Ал мен алғаш рет бірнеше аптадан кейін өзімді тыныш сезіндім. Күн батып бара жатқанда аулаға шықтым.
аспан ашық, самал жел еседі. Арт жағымнан Ерлан келіп тоқтады. Ренжіп тұрсың ба? Аздап. Түсінем. Бірақ ең бастысы амансың. Ерлан жымиып басын изеді. Енді ештеңе жасырмаймын. Мен де күліп қойдым. Өйткені кейде отбасы үлкен сынақтан өткен соң, бұрынғыдан да мықты бола түседі екен. Ал мен үшін сол сынақтың бәрі бір қарапайым оқиғадан басталған еді. Күйеуімнің досы таңға дейін ұйықтатпаған түннен. Сол